Құрметті желі қолданушылар, бүгінгі келесі тақырыбымыз мемлекеттік қызмет көрсету түрлері ішінде, яғни Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2015 жылғы 10 сәуірдегі нөмір 219 бұйрығымен бекітілген бала тууды тіркеу және азаматтық хал актілерінің жазбаларын өзгерістер, толықтыру мен түзетулер енгізу мемлекеттік қызмет көрсету стандарты туралы қысқаша түсіндіріп өтеміз. Жалпы бұл стандарт бұл бала тууды тіркеуді реттейтін нормативтік құжатты акт болып табылады. Енді мемлекеттік қызмет көрсету стандартын Қазақстан Республикасы Әділет министрі әзірленген. Енді мемлекеттік қызмет көрсетуді, аталған мемлекеттік қызмет көрсетуді, яғни жергілікті атқарушы органдар және ауыл әкімдері және мемлекеттік корпорация арқылы және электронды түрде осы қызмет көрсету түрін алуға болады. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мерзімдері бұл құжаттар топтамасын тапсырған кезден бастап, яғни көрсетілген қызмет беруші немесе мемлекеттік корпорацияға 2 жұмыс күні ішінде және бала туылған күннен бастап 3 жұмыс күні өткеннен кейін баланың туу туралы өтініш берген жағдайда мемлекет көрсетілетін қызмет 7 жұмыс күні ішінде көрсетіледі. Осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 9 тармағына сәйкес белгіленген құжаттарды қосымша тексеру қажет болған жағдайда, яғни 3 күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, күнтізбелік 30 күннен аспайтын уақытта ұзартылады. Енді мынау портал арқылы бұл қызмет көрсетудің алудың тәртібі, яғни порталда өтінішті қабылдаған растау бөлігінде, яғни хабарлама алу 1 жұмыс күні уақыт кетеді. Көрсетілетін қызмет алу үшін құжаттар топтамасын тапсыру үшін рұқсат берілген ең ұзақ күту уақыты көрсетілетін қызмет берушіге 20 минут, мемлекеттік корпорация 15 минут уақыт белгіленген. Көрсетілетін қызмет алушы қызмет көрсету рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты, яғни көрсетілетін қызметті берушіде 20 минут, мемлекеттік корпорация 15 минут уақыт белгіленген. Енді құжаттар топтамасына келетін болсақ, жалпы осы қызмет көрсетуді алу үшін келесі құжаттар тізбесі талап етіледі. Яғни осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартына сәйкес нысандағы туу туралы өтініш, тіркеу туралы өтініш, ата-анасының немесе нотариалды куәландырған сенімхат бойынша өкілдің жеке басын куәландыратын құжаты, ата-анасының неке қию туралы куәлігінің көшірмесі, туу туралы медициналық куәлік және туу фактісін белгілеу туралы сот шешімінің көшірмесі. Көрсетілген қызмет алушының өкілі жүгінген жағдайда нотариалды куәландырған сенімхат талап етіледі. Енді бұл мемлекеттік қызмет көрсету негізі тегін көрсетіледі. Ал мына мемлекеттік қызмет көрсетудің, яғни туу туралы жазбалардың өзгертілуіне, түзетілуіне және қалпына келтіруіне байланысты куәлік берген үшін 0,5 айлықтық есептік көрсеткіш мөлшерінде мемлекеттік баж алынады.